Бөрінің тәңірісі бар. Ертеде адам атаның екі иті болыпты. Бірі ақ, екінші қара түсті екен. Адам қойларын екеуіне сеніп тапсырыпты. Олар қойды өріске жайып, кешке қораға қамап жүреді. Бір күні қара иттің ниеті бұзылады. Нәпсі қысқанда өзін тежей алмай бір қойды тамақтап тастайды. Ақ ит оны көріп айқаса кетеді. Екеуі төбелесіп бірін-бірі ала алмайды. Кенет адам ата келіп қалады. Қара ит иесін көріп орманға қаша жөнеледі. Қайта келуге бет жоқ. Содан орман тоғаймен жапан түзі жағалап, жабайы аңның кейпін киеді. Баяғыдай ас беретін егеш жоқ, жыртқышқа айналып жемтігін өзі табады. Бірақ адам атаға бауыр басып қалған еді. Кейде адамды сағынып ұлиды екен. Ит оның даусын естіп, өз обалың өзіңе, нәпсіңе билетіп нең бар еді деп үріп жолатпайды. Бұдан қайыр болмаған соң қасқыр жаратқан қылып, уа тәңірім, итті қарашы, жанында егесі бар, үнемі қамқор болып ас береді. Жататын жері де бар, мен жалғызбын, менің кімім бар деп арзу айтыпты. Тәңірдің оған жан ашып, ей қасқыр, сен қам жеме, сенің ең менмін депті. Осыдан бастап иттің егесі болса, бөрінің тәңірісі бар деген сөз қалыпты.